Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мың адам ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандрағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да алып қалды түсінесің, 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Алабойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берім, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қойын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау? Қыз еді ғой сенде? Мен... Аумаған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мың адам ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандрағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да алып қалды түсінесің, 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Алабойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берім, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қойын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау? Қыз еді ғой сенде? Мен... Аумаған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мың адам ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандрағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да алып қалды түсінесің, 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Алабойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берім, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қойын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау? Қыз еді ғой сенде? Мен... Аумаған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мың адам ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің?
қойшы айналайын жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. қалай сонда озида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Аумаған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. қалай сонда озида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Аумаған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. қалай сонда озида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Аумаған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе?
ала қойыңыз, сұп-сұлу қызыңызды. қалай сонда узида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды қызым. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Ау маған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз, сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда узида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды қызым. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Ау маған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз, сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда узида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды қызым. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Ау маған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз, сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда узида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным?
Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әпке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп, Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен... Ау маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, е? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ұл деп еді ғой. Ой, озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әпке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп, Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен... Ау маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, е? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ұл деп еді ғой. Ой, озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әпке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп, Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен... Ау маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, е? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ұл деп еді ғой. Ой, озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды, қыз.
Олдың аты қандай? Какая разница? Ол ма, қыз ба? ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Аумаған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындымен Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды қыз. Олдың аты қандай? Какая разница? Ол ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Аумаған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындымен Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды қыз. Олдың аты қандай? Какая разница? Ол ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Аумаған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындымен Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды қыз. Олдың аты қандай? Какая разница? Ол ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым.
ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен... Ау маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шежірге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен... Ау маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шежірге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен... Ау маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасаймын. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шежірге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкпе қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен...
Аумаған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Алабойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды қызым. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен... Аумаған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Алабойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды қызым. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен... Аумаған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының Сандраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Алабойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Озида ауыл деп еді ғой. Ой, озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жаным? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды қызым. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы. Нені ауысамыз? Балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен...
маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Өзиді ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды, қызым. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп, Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Баланың атын Мирас деп қойын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде? Мен... Ау маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Өзиді ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды, қызым. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп, Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Баланың атын Мирас деп қойын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде? Мен... Ау маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын, жындының сандырағы керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды түсінетін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? Ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалай сонда? Өзиді ауыл деп еді ғой. Ой, Озида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берің, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге саған? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Шей жерге қыздың аты жазылмайды, қызым. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әкке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп, Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Баланың атын Мирас деп қойын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде? Мен... Ау маған өзім. Қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің?
қойшы айналайын жындымен сандыраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды кішкенесін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. қалайсың деп узида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әпке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Аумаған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын жындымен сандыраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды кішкенесін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалайсың деп узида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әпке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Аумаған өзім. қыздар көп болған жақсы, иә? Не? Қыз мынадан ғой бізде. Жетіншіңде қыз болып қалса қайтпексің? Қойшы айналайын жындымен сандыраға керек дейді. Жетінші рет жазайын деп жатсың ғой. Сценарийін жаттап алдық қой уже. Тағы да аз қалды кішкенесін. 1, 2, 3. Еркектен еркек туады, көрдің бе? ала қойыңыз сұп-сұлу қызыңызды. Қалайсың деп узида ауыл деп еді ғой. Ой, узида ондай қателіктер болып тұрады. Неге сонша әуре болдың? Қайдағы әуре жан? Мен ұл туып берген әйел үшін бәрін жасадым. Ұл деп алып шыға берем, сосын үйге барған соң қыз деп айтып түсіндіріп аласыз. Неге аса? Папа, біз осы туылғанда неге біздің атымызды жазбадыңыз? Жерге қыздың аты жазылмайды, қыз. Ұлдың аты ғана. Какая разница? Ұл ма, қыз ба? Ауыстырайықшы Нені ауысамыз? балаларымызды. Әпке қалжыңдап тұрсыз ба? Мирас қорым. Ниеттеніп Мирас деп атын қойсын ба деп отырмын. Мирас. Баланың атын Мирас деп қояйын деп жатыр, бола ма? Мирас? Ау. Қыз еді ғой сенде. Мен Аумаған өзім.